Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін бризол дайындаймыз. Тартылған етімізге тұз, бұрыш, кішкене сүт қосып жақсылап араластырамыз. Сосын дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Одан кейін салафанымызға май жағып, тартылған етімізді осылай жұқалап тұрып жаямыз. Сосын жұмыртқаға тұз қосамыз және кішкене сүт қосып араластырып, үстіне тартылған етімізді осылай саламыз. Табаға май құямыз. Тартылған етімізді жайлап тұрып саламыз. Бөлініп кетпес үшін астын өте баяу қойып, екі жағын қызартып аламыз. Мен гарнир ретіне жанына фри қойдым. Сіздер күріш немесе пюре немесе макарон берсеңіздер болады. Және де мен ортасына қияр және қызанақ қостым. Сосын жұқалап тұрып, кішкене кетчуп пен майонез араластырып жағып, үстіне қияр мен қызанағымды қойып, ақырындап орадым. Видеодағыдай ақырындап ораңыздар, жыртылып кетпесін. Және де мен сәндеу үшін үстіне кетчуп майонез жағып шықтым. Отбасыма осылай фримен ұсындым. Ас болсын.